Мәңгі ұлы бір Құдай, мәңгі қасиетті жаратушы, мәңгі қымбат домалақ ғалам, қабылдау көр әр ойымды, әр ісімді, әр сөзімді, 100% ең биік күш, жарық аспан. Әр ісімді, жүрегімнің тазалығын, жанымның жарығын, әр сен кезінде, әр сен уақытында. Тәубә, шүкір, рахмет. Аумин. Жоқ, енді қолды көрсеттім, бұл сенің құдайлығын. 15%. Міне 5, міне 5, міне 5. 15. Құдайлығы әрбір үстімізде қап. На, аумен. Әр кезде Құдай болса солай жүре береді ол. Енді үлкен сондай 15% қап. Өзі сияқты аспан домалақ ғалам көрсеткені. Содан кейін құмыра 100% әр кезде таңдау бар. Яғни 95% таңдау бар әр кезде. 5% сен боссың. 95% сен өз басына жауап бересің. Әр кезде жаратқаннан сені әке-шешең істегеннен 95% сен боссың. Өз миына, өз жүрегіне, өз жанына, бүкіл өзіне 95% әр кезде сен жауап бересің. Әрбір жан. Құдай да бәрімізді 95% сол сен ай ол басы. Яғни Құдай сындырады, Құдай өмір сындырады өмір. Сол осы сынақта қалай сені өз ақымен неме таңдайсың. Әр уақытта болды. Аумин. Это вот эта рука его 15% власти, вселенного шарообразного Всевышнего. Что он показал, показался, как он показался всем. Вот она 5, вот она 5, и вот она 5. И над каждой головой это властная 5. И он огромная 5, живая. 15. 15, а не 5, блядь. И внутри 15, и снаружи, блядь, в пустующей бесконечности 15, блядь. И это, 95% от создания до зачатия, с обоих сторон, блядь, зачатие, маленький комок, у тебя 95% каждый миг есть выбор. Твой мозг. Луна — это его голова была. Что я понял. И этот кувшин, вот это 95% вечно крутящий в душевном виде, блядь, истина. 95% каждый миг выбор. Кто что взял, как пошел, и каждый миг как идет, и что берет. Хвала единому небесному, вселенному, шарообразному, по заслугам. Аминь.